Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын модуліміз академиялық ағын модулінің баптаулары. Ол үшін жүйенің әкімшілік бөлімінен рөлдер редакторын таңдаймыз және де осы модульмен жұмыс жасайтын қызметкерге модулімізді қосамыз. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз және де академиялық ағындарды басқару модулін қосамыз. Келесі бұл модульге кеңейтілген құқық беру бөлімінде келесі баптаулар қарастырылған. Яғни бірінші, академиялық ағында оқытушыларды ауыстыруға рұқсат бермеу. Егер де осы ұяшықты белгілесек, онда қызметкер үшін академиялық ағында оқытушыларды ауыстыруға тағайындауға рұқсат берілмейді. Келесі, модульдің баптауларын орындау, яғни модульдің баптауларын анықтауға рұқсат беру. Келесі, қосымша оқытушыны қосуға рұқсат беру. Егер де бұл ұяшықты белгілесек, қызметкер академиялық ағында оқытушыны және де қосымша оқытушыны қосуға мүмкіндігі болады. Келесі, пәннің оқу жылы мен семестрін өзгертуге рұқсат. Яғни бұл ұяшықты да белгілесек, қызметкерге білім алушы таңдаған пәнін басқа оқу жылы мен академиялық кезеңге ауыстыруға мүмкіндік береді. Өзімізге қажетті баптауларды орындап сақтаймыз. Келесі, қызметкер үшін, яғни қандай да бір қызметкерлер үшін шектеулер жасауымызға болады, яғни нақты бір факультет, кафедра, академиялық дәреже және оқу формалары бойынша тек өзіне ғана қатысты факультетінің ақпараттарын көруге шектеулер қоя аламыз. Осымен жүйенің әкімшілік бөлімінде жасалынатын баптауларымыз аяқталды. Келесі баптауларды жүйенің тұтынушы интерфейсінде жалғастырамыз. Яғни ол үшін оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінен академиялық ағындар бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлім келесі ақпараттарды қарастырады. Яғни реттеулер, келесі қандай да бір сұрыптаулар қарастырылған және де академиялық ағындардың тізімі. Бірінші біз реттеулер орындалғанды қарастырамыз. Ол үшін реттеулер бөлімін таңдаймыз. Бұл жерде екі бөлімнен тұратын баптаулар қарастырылған. Яғни бірінші, академиялық ағымдарда академиялық демалыстағы білім алушыларды бейнелемеу. Егер де бұл ұяшықты бейнелесек, біздің академиялық ағымдарда академиялық демалыстағы білім алушыларды көрсетпейтін болады. Ал егер де біздің ағынымыз тек қана академиялық демалыстағы білім алушылар бар ағын болса, онда бұл ағын мүлде көрсетілмейтін болады. Келесі, академиялық ағымдарда оқудан шығарылған білім алушыларды бейнелемеу. Бұл жағдайда да оқудан шығарылған білім алушылар академиялық ағымдарда бейнеленбейтін болады. Ал егер бұл топта тек қана оқудан шығарылған білім алушылар болған жағдайда, бұл ағын мүлде бейнеленбейтін болады. Келесі, басты ағымның оқытушысын ауыстыру кезінде білім алушының өздік жұмысы болып табылатын ағынның оқытушысын өзгертуге рұқсат беру. Егер бұл мәнді белгілесек, онда жүйе өздік жұмыс бойынша ағын оқытушысын осы пәннің негізгі ағынын ауыстыру немесе тағайындау кезінде автоматты түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл баптау жұмыс жасау үшін бізде келесі шарттар орындалу керек, яғни жүйенің қосымша бөлімінен жүйенің баптауларын таңдаймыз. Келесі, академиялық дәрежелерді және де бұл жерде сабақ түрлері бөлімінен өздік жұмысын таңдаймыз білім алушылардың. Және бұл жерде келесі ақпараттар орындалу керек, яғни өздік жұмыстың түрі болып табылады ұяшығы белгілену керек. Келесі, ағымдарды құрастыруға рұқсат болу керек және де контакт сағаттары бар оқытушылардан таңдалынады ұяшығы белгілену керек. Келесі, білім алушыларды бір ағымнан басқа ағымға ауыстыру кезінде ескеру. Яғни бұл жерде келесі мәндер қарастырылған. Бірінші, оқу пән тілі. Яғни пәнді оқу тілі. Егер де бұл мәнді белгілейтін болсақ, онда жүйе білім алушының ағынын ауыстыру барысында ағынның оқу тілін ескеретін болады. Келесі, оқыту түрі. Яғни бұл мәнді де белгілесек, онда ағынды ауыстыру барысында білім алушының оқу түрлерін ескеретін болады. Келесі, оқу формасының семестр саны. Яғни бұл мәнді де таңдаған жағдайда, онда жүйе ағынның академиялық кезеңін ескеретін болады. Өзімізге қажетті баптауларды орындап сақтаймыз. Баптаудың келесі түрі ол сабақ кестесі бөлімінен реттеулер бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлімде келесі баптауды орындаймыз, яғни академиялық ағымда оқытушыларды ауыстыру кезінде сәйкессіздікті есепке алу. Егер де бұл ұяшықты белгілейтін болсақ, онда жүйе ағынды ауыстыру барысында оқытушының сабақ кестесін ескеретін болады және де келесі хабарламаны бейнелейтін болады. Оқытушының сабақ кестесінде өткізілетін уақыт бойынша қайшылықтар бар. Бұл ағындарға сәйкес оқытушы өзгертілген жоқ деген хабарлама шығарылатын болады. Ал егер де бұл ұяшықты белгілемейтін болсақ, онда жүйе оқытушыны тағайындауға мүмкіндік береді және келесі хабарламаны бейнелейтін болады. Ескеріңіз,
Оқытушының сабақ кестесінде ескерілмейтін қайшылықты ағымдар бар. Жалғастырғыңыз келе ме деген хабарлама бейнеленетін болады. Осымен академиялық ағымдар модулінің баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.